Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен бірге дәнді печеньелер дәндейтін боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм сары май керек, және де оған жұмыртқа қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Сары май бөлме температурасында болған дұрыс негізі. Осылай жұмыртқаны бір-бірден жару керек. Бірден бәрін жаруға болмайды. Енді осыған 200 грамм қантымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді осы кезде жарты шай қасық разрыхитель қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Енді ұнды електен өткізу міндетті емес. Дегенмен де електен өткізсеңіздер жақсы шығады. Енді осыны қоюланғанша араластырамыз. Бізде осында контенттеға ену керек. Қою. Енді осыны ары қарай тағы да ұн қосып, кәдімгі қамыр қылып илейміз. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Осылайынан қамыр илейміз. Егер сіздердің печеньелеріңіз шоколадный болғанын қаласаңыздар, мұнда шоколадты глазурь немесе какаоны қосытқыш қосқан кезде бірге қосып араластырып жіберу керек. Егер оған мак, басқа да орех секілді басқа қоспаларды қосатын болсаңыздар. Ал маған жай ғана осындай қарапайым түрі ұнайды. Сол себепті ештеңе қосып араластырмадым. Бізде осындай сап-сары, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Бұл печеньеде негізі майдың сапалығы өте маңызды. Бұған қарапайым маргаринді қолдансаңыз да болады. Дегенмен печеньелеріңіз сәл қаттылау болып шығуы мүмкін. Негізі майдың майлылығы жоғары болған дұрыс. Мінекей ең соңында осылай қолға жабыспайды. Қараңыздар, мінекей қолға жабыспайтын қамыр шығу керек бастысы. Енді осы қамырымызды алып жаямыз. Енді бізде сап-сары әп-әдемі қамыр шығу керек. Енді осыны жаюға ыңғайлы қылып 3 немесе 4 бөлікке бөлеміз. Мен өзім 2 бөлікке бөлемін. Осы қамырымыздың біреуін жайғанға алып қаламыз, ал біреуін осындай салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ұнды көбірек себеміз, себебі құрамында май бар. Ал май еріп кетеді. Сол себепті ұнды көп себіп, кәдімгі қамырды дөңгелек қылып жаямыз. Осындай 5-6 сантиметр көлемінде жаюға болады. Яғни қамырдың биіктігі 5 миллиметрлей болу керек. Неке біздің қамырымыз осындай болып жайылды. Осындай қалыңдығы осындай болу керек. Шамамен 3 миллиметрдей. Енді осындай бокалдың немесе арнайы форманың көмегімен осындай дөңгелекшелер жасаймыз. Мінекей осындай дөңгелекшелер шығады. Шетінен қалған қамырларды тағы да осылай илесеңіздер болады. Бұл бірікпей қалады бір-біріне де ойламаңыздар. Себебі бұның құрамында тағы да қайталап айтамын, май бар. Ал май, сары май міндетті түрде еріп тұрады. Сол себептен бұл оп-оңай бірігеді. Әрі тура бағанағыдай мінекей жұмсақ қамыр шығады. Енді осы дайын болғандарымызбен осылай да салуға болады. Ал мен өзіме осылайынан нелер істеймін? Гүлдер істеймін. Осылай. Негізі бұл міндетті емес. Бұл жай өзіме ұнағандықтан мінекей осылайынан істейміз. Онда бізде осындай әп-әдемі гүлдер шығады. Бұл негізі міндетті емес. Мен бір 5-6-ын осылай істеп шығамын, ал қалғандары дөңгелек күйінде қалады. Мінекей бізде осындай әп-әдемі гүл шығады. Менде осындай пергамент қағазы. Яғни бұған жабыспайды, бұл сапалысы. Бұны сіздер бірнеше рет қолдануға болады. Мен бұны печеньеге осымен 3-ші рет қолданып тұрған шығармын.
Мінекей, енді осы пергамент қағазымызға жақсылап орналастырамыз. Мінекей. Біз осылай орналастырдық. Енді осы шеттеріне қою үшін осы қамырымызды тағы да жайып, тағы да бізде осындай формалар істейтін боламыз. Біздің осы дайын болған печеньелерімізді енді пешімізге салып пісіретін боламыз. Пеште 30 минут 150 градуста пісіреміз. 200 градуста пісірмеңіздер, себебі печеньелер қатты пісіп кеп кетуі мүмкін. Пештағы қамырымызды шығарып, тура осылай жайып шығамыз. Өзінің сол баяғы бастапқыдай консистенцияда тұр. Бұл жаңа печеньенің бір бөлігі. Негізі бұл мен осы тесттен 40-45 печенье шығады. Бақытыңда басқадан іздетілсе, аяулым асылым, Өзінің шоколады түрін жасауға болады. үмітімді Қытырлақ печеньелер өте дәмді. Қараңыздар. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмді шығады. Бүгін кешкі асқа жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Келесі бейнеблогта осымен біздің видеоблогымыз аяқталды. Келесі видеоблогта кездескенше астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды және де коммент қалдыруды ұмытпаңыз.